Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге небәрі 5% берілетін ауыл шаруашылығы, оның ішінде егін шаруашылығы үшін берілетін несие туралы айтқым келеді. Егер сіз егін шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, немесе болашақта егін шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Себебі менің Instagram парақшамда және де YouTube каналымда сіздерге арналған көптеген видеолар бар. Ал енді бізде небәрі 5% берілетін несиенің атауы кең дала деп аталынады. Яғни кең дала бағдарламасы аясында сіздер небәрі 5% несие ала аласыздар. Бұл несие егін шаруашылығына айналым қаражаттарын толтыру үшін беріледі. Ал мақсаты егін егу болып табылады. Бұның мерзімі қысқа, 1 жылға дейін беріледі. Мысалы, сіздер өтінімді желтоқсан айында, 2024 желтоқсан айында немесе 2025 жылы берсеңіздер, онда сіздің төлеу мерзімі келесі жылдың, яғни 2026 жылдың 30 наурызына дейін болып есептелінеді. Бұл жерде назар аударатын жағдай, несие мерзімі қысқа болғанымен, оны жылына 2 рет төлейсіздер, және де әр жыл сайын несиені алып, келесі жылы жауып, оның келесі жыл қайтадан осы несиені алуға болады. Енді қараңыздар, мысалы сізде 50 миллион теңге алатын болсаңыздар, онда жылына 2 рет, яғни бірінші жарты жылдықта 26 миллион 250 мың теңге төлейсіздер, және келесі жарты жылдықта 26 мың 250 теңге қалдықты төлейсіздер. Сонда сіздер осы 50 миллион теңге соманы алатын болсаңыздар, сіздер ай сайын төлем төлемейсіздер, сіздер жылына 2 рет қана төлейсіздер. Бұл несиені алу үшін сіздерге кепіл қажет, бірақ егер кепіл болмаған жағдайда, сіздерге даму кепілдің 85%-на дейін субсидиялап көмек көрсететін болады. Максималды сума бізде 1 миллиард теңгені құрайды, яғни үлкен сумаға дейін несиені алуларыңызға болады. Ал енді ең үлкен сұрақтардың бірі, бұл несиені кім береді және қайдан аламыз? Бұл несиені сіздерге АКК, яғни аграрная кредитная корпорация береді. Аграрная кредитная корпорациялардың мекен жайлары мен телефондары қазір сіздердің экрандарыңызда шығатын болады. Скрин жасап, өздеріңізге керектісін алып алыңыздар. Сонымен қоса АКК, яғни аграрная кредитная корпорация тікелей несиелеуден бөлек екінші деңгейлі банктермен жұмыс жасайды, яғни халық, БЦК сияқты банктермен жұмыс жасайды. Яғни сіздер сол банктерінде осы несиені ала аласыздар. Сонымен қоса, менен сіздерге кеңес, бұл несие бойынша өтінішті, яғни заявканы неғұрлым ерте берсеңіздер, соғұрлым өздеріңізге пайдалы болады. Мысалы, 2025 жыл үшін 2024 жылдың қараша, желтоқсан айларында уже заявка қабылдау басталынады. Енді қараңыздар, қашан өтініш берсеңіздер де маңызды емес, сіздердің төлеу күндеріңіз, яғни төлеу мерзімдеріңіз келесі жылдың, яғни 2026 жылдың 30 наурызы болып есептеледі. Сондықтан неғұрлым ерте заявка беріп, ерте алсаңыздар, өздеріңізге тиімді болады. Ал енді видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар, және де осындай видеолардың көп болған қаласаңыздар, каналға тіркеліңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет!